Танымал әнші жайлы жылдам мәлімдеме. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Мадина Садуақасованың ашық көйлегі желіде қызу талқыланды. Қазақстан танымал әнші Мадина Садуақасованың Instagram парақшасына жариялаған жаңа суреттері желі қолданушылар арасында екіұдай пікір тудырды. 45 жастағы әнші көгілдір түсті қысқа көйлек киіп суреттермен көпшіліктің назарына ілікті. Бірі оның сырт келбетіне тәнті болса, енді бір әншінің бұл образын орынсыз деп сынға алды. Мадина Садуақасова өзінің парақшасында былай деп жазды: жасың нешеде болса да әдемі бол. Суреттерде әнші жеңіл матадан тігілген көк түсті мини көйлекпен бой көрсеткен, киім үлгісін алтын түстен білезіктер мен гүл пішендеп көлемді сырғалар толықтырды. Жаңа образ желіде қызу пікір талас тудырды. Кейбір қолданушылар әншінің сымбатына сүйсініп жағымды пікір қалдырса, басқалар оның таңдаған киімін сынады. Сұлусыз керемет көрініс, жасыңыз қаншада болса да аяқты ашып көрсетудің қажеті жоқ. Сіздің сұлулығыңыз ештеңемен салыстыруға келмейді. Ренжімеңіз, бірақ бұл образ сізге жараспайды. Өте ерекше, тартымды киім. Мәдениет иелері ұлттық дәстүрді ұстану керек. Жастар сізге қарай бой түзейді, әдемі болу ашық киінумен өлшенбейді деп жазды желі қолданушылары. Видеоңыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.